Ақшам шерефлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін декабрінің 29-ы ве Қырым işğalının 1036 күні. Біздің бүгінгі эфирімізде бойлы хабарлар. Римзи Меметовны мecburi психиатрик экспертизаның кешмесіне yolлағанлар. Bu ilkevele baskı. Америка Қошма Штатлары Русияге қаршы яны санкциялар кірсете біле. Русия тоқтатмақ кереклігіні анламақ керек. 1+1 телеканалы лицензиядан марум ете білелер. 1+1 телеканалы ватан первегінде кімсе шубеленмейік. Ишғалжелер Хизбут Тахрир іші бойынша қабатланған Римзи Меметовны рухи хастаханеге мecburi психиатрик экспертиза кечірмек үшін yolлаған. Бұ ақта оның оғлы Делевер Меметов білдірді. Ақыл хастаханесінде оны тахминен бір айдева мында тұтажақлар. Римзи Меметовны бұ сене майыс айында яқаланған еділер, оны Хизбут Тахрир тешкілятына алақасы бардыр деп терроризмді шеклейлер. Эвелсі бұ еш бойынша яқаланған дигер Қырым татар мәбүслеріні де экспертиза кечірмек үшін ақыл хастаханесіне yolлаған ділер. Андай сейшке яқын олмаған суаллер бере екенлер. Какое отношение к муфтию, какое отношение вообще к исламу. Муфтиге мунасибеті насыл ве умумен ислам игелге ве дигер шейлерге. Бойле суаллерны кимлер бермемек кереклер. Бушыны білдіреки, бұсымарыш ве олар бұны ось истекнен япмайлар. Күнлерінің минималь сайысы игрым бір күн. Бұ илкевелі басқы. Рухи ве маневи. Оларға ве бізге, бұтын халыққа. Оларның машинасы çalışқаныны көстермек үшін. На них, на нас, на родственников, на весь народ, да, для того, чтобы показать, что их машины работают. Бұндан да ғайры редакциямызға берілген мәліматларына көре, бұл вақытлары Хизбут Тахрир ішінде қабарланған дабыр шақысыны Яненвер Мамутовны да психиатрик хастаханесіне алып кетіргенлер. Бұл ақта олачақ тафсилатлы мәліматлар или бізлер кележек заман эфирлерімізде паяшачақмыз. Диверсияда қабатланған Ridvan Сулеймановны Ишғалжелер махкемесі 2017 сенесі январының 30-ына қадар апысты қалдырды. Бұл ақта оның адвокаты Эмель Курбидинов білдірді. Ridvan Сулеймановны ФСБ хадимлері август айында яқаланған еді. О вақыт Русия Украинаны Қырымда диверсия азырлағанында қабатлап, Ярамадада уч Украин ватандашыны яқалады. Олар арасында Сулейманов та бар еді. Басқы нәтижесінде Сулейманов өз қабатыны таныды. Оннен берабер Евгений Панов ве Андрей Захтей яқаланған еді. Олар да басқа алтында қабатларыны таныдылар. Сулеймановны Русияге 4 миллион рубле зарар кетіргеніне қабатлайлар. Недим Халиловға қаршы Русия жинайы әрекетлер құлана. Бұны Меджлис өз баянатында білдірді. Недим Халилов не Украин, не де Рус паспортыны алмайып, СССР паспортынен яшайды. Ишғалжелерге бұ Недим Халиловны Өзбекстанға сүргін етмеге себеп олды. Меджлис рейсі Рифат Чубаровның сөзлеріне көре, бұ халқара ұқыққа зыт келе. Бір айдан зияды Недим Халиловны Краснодар вилетінде ерлешкен четел гражданлары үшін олған лагерді тұталар. Шымды есе оны Ростов вилетке кетірежек олалар. Халиловның ақрабалары оның алы елда да зор олачағыны қорқалар, чүнки Недимнің ачлық илян етілгенден сон о 20 килоға азған. Бұл жидді халқара ұқуқ бозылуыдыр. Недим Халилов халқара ұқуғына эсасланып, Русия гражданлығыны қабыл етмеге рет етті. Чүнки бұл девлет Недим Халиловның сөздеріне көре, емкерчіктен де ойле, ватандашы оғынды ешбір месулетлік чекмей, аксіне инсан ақлары, Қырым-татар халқының ақлары аяқ түбіне алына. Тифук Гафаров истифаға кеткен ақында білдірді. Бұл ақта өз Facebook сайфесінде yazды. 2014 сенесі август айындан берлі о Ахмежитнің Ишғалжелер шер мемуриетінің елбашчы муавины вазифесінде çalışайды. Гафаров милетлер ара мунасибеті ве тижарет салаларында әреберлік етейді. Өзі себеплеріні ачықламаған, ләкин бізлерге берілген мәліматларға көре, Гафаров қабаржылықта тұтылғандан сон жинай иш açқандан әвел о систегінен истифаға кеткен еміш. Ишғалжелерінен ишбірлік еткені үшін Меджлис Тифук Гафаровның темселчі органында олған азалығыны тоқтатқан еді.
Қырым ве Донбасс Украина әркеніне 2020 сенесіне қадар қайтарылмақ керек. Акимет ешғал олынған территориялар қайтарылу стратегиясыны ишлеп чықарған. Бұ ақта Назирлер Шурасының таплашуында келечек 3 жылға иш планны тақдим еткен Акимет елбашчысы Владимир Гройсман сеслендірді. Донбасс ве Қырым бошатылып ичтимаи ве информацион жеттен реинтеграция yapılmak керек. Таздықланған стратегиямыз енді бар. О кележек 3 жыл девамында бечерілежек планға көрсетілді. І вона закладена саме в цей план дій, який ми будемо виконувати найближчими. Русияге қаршы яны санкциялар илян етіле біле. Америка Қошма Штатларының ресми сымалары білдіргенлеріне көре, санкциялар безбелі Русияның истихбарат агентлігінің елбашчыларына қаршы йонылажақ. Оларының фікірінше олар сайланған президент Дональд Трампқа сайлауларда ғалибе қазанмаға ярдым етті. Бұнымен берабер менбаларының ишандырғанларына көре, бұна президент Владимир Путиннің мұнасибеті де бар. Сіз Америка Конгрессы Русияның бізім сайлауларымызға қарышуғыны тағығат етежегіні беклей білесіңіз. Менже санкциялар қабыл етележек, оларға есе екі фірқа қол тұтажақ. Бұ тедбірлер есе Русияны ве шахсин Путинны пек ачолатажақ. Русия тоқтатмақ кереклігіні анламақ керек. Түркияде анаясаға 10 түзетме кірсетілді. Түркия парламентінің анаяса комиссиясы анаясаға үкімдарлық адалет ве инкишаф фырқасы тарафындан теклиф етілген денішмелер кірсетті. Қабыл етілген эсаз денішмелер. Түркия парламентінде депутатлар сайысы 550-ден 600-ға қадар артта. Депутатлық намзетіні Түркия ватандашы 25 яшындан дегілде 18 яшындан чықара біле. Түркия президенті вазифесіне 40 яшына еткен ве Али тәсілі олған Түркия ватандашы сайлана біле. Парламент каденциясы 4 елдан 5-ке қадар арта. Түркия президентінің назирлеріні тайын етмек ве вазифеден бошатмақ аққы бар. Президент 5 елға сайланажақ ве о 2 мудетке сайлана біле. Сайланған президент фырқасы солмаға мечбур дегіл. Анаясасының яны лейхасы өзерінде иш девлет авдарамасының ұнтылуындан сон башланды. Невбетте адым атылмасы бекленмекте, егер яны қанун лейхасы үшін 330-дан зеде ве 367-ден асырей берілсе, меселе референдумға чықарылажақ. 1+1 телеканалы оны лицензиядан марум етмеге истегенлеріні білдіре. Елбашчылығы қайдеткеніне көре бүгін чалышмаға рұқсет берген лицензия күшіні жояжақтыр. Теле ве радио яйынлары бойынша милли шура оны девам еттірме екен. Санки телеканалыны дигер инсанның идареліжігіне бермеге истейкенлер. Мұнда Украина президентінің мемуриетіні қабатлайлар. 1+1 телеканалының сайыбы кешенлері миллетлештірілген Приватбанкның елбашчысы Игорь Коломойскийдір. Телеканал елбашчылығы президент, акимет ве парламент елбашчыларына телеканал лицензиядан марум етілмемесі үшін мұражат yazылған. Мен айрете қалдым, чунки 1+1 телеканалын ватан перлігінде кімсе шубеленмей. Бұл телеканалын журналистері итибарлық инқилабының тарафдарларыдыр. Ве бұл телеканал жеңкте бізімкілер ғалибе қазанғалары үшін шей япа. Мен инқилаб өз балаларының йоқ еткеніне инанмаға істемейм. Ве менім біз енерік, ве Украина енер. Сержилер бүгінден башлап мана язалар. Каналны қорчаламақ үшін қайда чықмақ керек. Қавенді оларны беклей. Украиналы бизнес ресурсы UBR телеканалы 1 январьдан башлап өз ішіні тоқтатажақ. Мұны телеканалының муариры Сергей Шинкар білдірді. UBR каналы Вести Украина медиа холдингіне кіре, медиа салаларында UBR-ны Виктор Медведчукнен бағлайлар ве Русия тарафны тұтқанында қабатлайлар. Кешкен сенесінің соңында холдинг авталық Вести репортер мечмуасыны қапатты. Бұл сенесінің барында есе Вести перед ЦФМ радиосының далғасында мүштері қыдырылғаны ақында білдірді. Бұнымен яйнымыз сонына келді. Бізлер еле олыңыз көрішкенше.